Жақсы оқушылар, енді бізде жалпы қазіргі уақытта Top IQ деген платформа бар. Мінекей мен сіздерге экранды ашып қойдым, яғни осы платформа арқылы біз егер де видео алып болған жағдайда, тағы осы жағдай болса, осы платформаға кіріп, осы тақырыпқа сәйкес, өтіватқан тақырыбымызға сәйкес, яғни тапсырмалар орындауымызға болады. Өз бетімізше білім алуға болады. Енді осы Top IQ платформасы туралы біз тоқталып өтейік. Ол үшін біз не істейміз? Ол үшін ең біріншіден біз оқушылар, біз ең алдымен Top IQ платформасына кіріп аламыз. Ол жерден тілді таңдаймыз, қазақ тіліне қоямыз, яғни қазақша қойып, қолдану батырмасын басамыз. Одан кейін сыныптар бөліміне өтіп, өзімізге керекті сынып таңдаймыз. Мысалы, 5-ші сынып, қолдану батырмасын басамыз төменгі жағында. Одан кейін пән таңдаймыз, пәндер бөліміне өтеміз. Ол жерден бізге керекті, мысалы, информатика пәні болса, информатика пәнін белгілеп, арғатай қолдану батырмасын басамыз. Одан кейін информатика пәнінің, яғни біз деген кітабымыз ашылады. Осы электронды оқулықты ашып, одан арғатай біз кітаптың мазмұнымен танысамыз. Яғни бірінші ретті қарасаңыздар, мазмұны көрсетілген, тақырыптар бойынша, яғни бөлімдер бойынша бөлінген. Яғни біз осы жерде біздің сабағымызға сәйкес тақырыпты таңдаймыз. Ол тақырыпты таңдағаннан кейін мазмұны мінекей көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде қарасаңыздар, тапсырмалар, басқа да нәрселер берілген. Мен Top IQ платформасында жұмыс істегенді ұнатамын. Өйткені Top IQ платформасында үй жұмысын, тапсырмалар жасауға өте ыңғайлы. Сен ауырып қалсаң, сен Top IQ платформасына кіріп, бәр сабақтарды жасай аласың. Мен Top IQ платформасын мектеп оқушыларына ұсынамын. Төменде ұсынылған заманауи цифрлық құрылғыларды ортақ берілген анықтап, топтастыр. Top IQ платформасында тапсырмаларды орындауға ыңғайлы. Мен Top IQ платформасында тапсырмаларды орындауға ұнатамын. Top IQ платформасында кітапқа сәйкес көп тапсырмалар бар. Мен үйде ұялы телефонда Top IQ-ға кіріп, үй жұмыстарын орындаймын.